Конституция әлемінің барлық елдерінде негізгі заң болып есептеледі. Қазақстан Республикасының Конституциясы да Қазақстан мемлекетінің ең басты ата заңы биыл соңғы заманымыздың қабылданғанына 15 жыл толып отыр. Бұл ата заң 1995 жылдың 30 тамызында бүкіл халықтың дауыс беру жолымен қабылданған болатын. Еліміз халқы өз таңдауымен өзінің егемендік құқығын баянды етті. Ата заң қабылданған күн Қазақстан Республикасы Конституциясы күні деп белгіленіп, мемлекеттік мереке болып жарияланды. Осы күні Қазақстан халқына демалыс беріледі. Бұл ата заманымыздың Қазақстан тарихындағы 4-ші ата заң екенін білесіңдер ме? Білмейтіндеріңіз біліп жүріңіздер. Ата заң 1937, 1978, 1993, 1995 жылдары қабылданған болатын. Кейінгі екі ата заңның алғашқы екеуінен елеулі ерекшелігі бар. Соңғы екі ата заң тұңғыш рет мемлекетіміздің тәуелсіздігін, егемендігіміз және Қазақстан халқының толық билігін бекітіп, оны одан әрі орнықтырады. Қазіргі ата заңымыз кіріспеден 9-шы бөлімнен 98 баптан көптеген тармақтар мен тармақшылардан тұрады. Ата заңның ең жоғары заңдық күші бар. Ол еліміздің барлық аумағында тікелей қолданылады. Жаңа ата заңда құқықтық мемлекетінің қалыптастырылу бағыттары, азаматтардың бостандықтары мен құқықтары, жеке адамның жан-жақты еркіндігі, идеологиялық және саяси алуандығы, экономикалық қатынастардың қызмет етуі әлемдік талаптарға сәйкестендірілген. Ата заңның нормалары тұрақты жалпы мәнде ұзақ жылдарға бейімделіп жасалған. Ата заң аты айтып тұрғандай, еліміздегі басқа заңдардың негізгі, оның нормалары басқа заңдар үшін басты қағида болып есептеледі. Ата заң еліміздердің барлық адамдарының, мейлі ол сәби болсын, қарт болсын, адами құқығын, өмірін, еңбегін, білімін қорғайды. Ендеше бізді аялап отырған ата заңымыздың қадір қасиетін біліп, ардақтап жүрейік жас дос. Ата заң. Ата заң бұл бағалы, барша халық қолдаған, осы заңнан табады әділетті жолда адам. Енді кейбір антұрған жүргізбейді үкімін, ата заңда қамтылған саның барлық құқығың. Бұл заңымыз ғажап-ақ, әрбір бетін көр ашып, енді нағыз азамат болам десең жол ашық. С Днем Конституции весь Казахстан поздравить хочу я сердечно. Успехов желаю, добра океан и счастья большого, конечно. Законы нам всем для порядка нужны, законами нужно считаться. Так пусть Конституция нашей страны будет всегда соблюдаться.